Сәлем оқырман. Ержігіт пен еңліктің таныстығы сыртта тоқтаған секілді. Еңлік ешқандай үн қатпады ержігіт жайлы. Ал ержігіт болса көп нәрселер айтқан болатын. Желіде өзінің ойларымен бөліскен екен, оқып берейін. Сұрақ қойылыпты жігітімізге. Еңлікпен өте жақсы жарасасыздар, татуласыңыздаршы. Сіздер үшін үзбей қарап жүредім. Ержігіттің жауабы болса: біз ұрысып қырылысқан жоқпыз, тек дұрысынан сөйлестік болды. Қыздың тәрбиесі бәрі жақсы деді. Осы сөздерінен ақ білуге болатын секілді. Ара қатынастары болмады, аға қарындас болып қалғаны анық. Тағы бір сұрақ еңлік не болды, Айсұлтанмен аты шығып жатыр десе. Оған ержігіт бір ақ нәрсе айтамын. Ешкімде ешқандай шаруам жоқ. Айтады ғой, нәпсісін жеңген палуанда шаруасында шаруам жоқ. Сол секілді әркім өзі біледі, кім кіммен аты шығып жатыр, шықпай жатыр. Біреудің өміріне қатты араласқым келмейді шынымен. Біреудің істеп жатқан іс-әрекетіне ой сөйтіпті ғой, бүйтіпті ғой деп айтқым да келмейді. Әркім өз өмірімен айналысса жақсы болады бәрі. Амалдар ниетке байланысты, ниетті таза ұстайық деп ержігіт жауап берді. Үшінші сұрақ еңлікке танысуға сөз салдың, енді дұрыстап таныспайсың ба? Кездесуге тез-тез шақыр таныс. Анау өмірде болады ғой бір толқынмен келесі бір толқын. Екеуі бір жанасып бірге ағайын десе. Ол екі толқын бірге ағалмайды. Мына толқынның өзінің жүйесі бар. Келесі толқынның да өзінің жеке жүйесі бар. Сондай нәрселер көп байқалды. Табиғатқа қарсы шыға алмайсың деп жауабын қайтарды. Бір түйінін шығарсақ, әрине екеуі бір-біріне келмейтінін айтты. Сырттан көрінген болатын, мүлдем мінездері келмейтін көрінетін. Сіз қалай түсіндіңіз, қалай ойлайсыз? Және де тағы бір сұрақ ержігітке. Жігіт деген өзінің сөзімен ісінде тұра білуі керек сияқты. Әр нәрседен мін іздеп қашқақтамай десе. Ержігіттің жауабы: мен қазір барлық қызға демеймін, бірақ біраз қызға сенбеймін все. Ал саған адал көңілімен ұмтылып тұрса, кез келген еркек соңына дейін апарады. Солай көп көрерменнің жақсы финалды күткен еді. Бірақ солай болды енді.